Ежелгі Рим империясында бір оқиға болған екен. Рим императорларының бірі ең атақты деген мүсіншіні шақырады да, соған мынандай тапсырма береді. Мен мына халқыма бақытты адам мен бақытсыз адамның бейнесі әрдайым үлгі болып тұру үшін екі ескерткіш қойғым келеді. Бақытсыз адамның бейнесі мен бір бақытты адамның бейнесін сен жасап берші дейді ғой. Соны өмірден іздей бастайды. Мүсінші айтады, кең уақыт бересіз ба дейді. Я кең уақыт берем, өйткені тапсырмаңыз өте қиын екен дейді. Жақсы, кең уақыт берем дейді. Сонымен бұл бақытты адамды ар іздейді, бер іздейді. Ол айтады, жүзі бір пәкизат болсын, көркем, жүзінен нұр шығып тұрған адам болсын дейді. Ар іздеп, бер іздеп, ең соңында бір жерге келсе, бір бала, 5-6 жастағы бала, жүзінен шуақ төгіліп, күлкісі төңірегін гүлдендіріп, рахаттанып ойнап жүр екен. Әке-шешесімен кеп сөйлесіп, баланы алып келеді ұстаханасына. Баланы отырғызып, бірінші кескіндемесінің бәрін жасап алады. Сөйтеді да, бақытты адамның бейнесін жасап шығарады баланы. Көргенде императорда, жұртта таңғалады. Не деген бақытты адамның бейнесін сомдап шығардың деп. Енді бақытсыз адамның бейнесін сомдауға адам іздей бастайды. Анаған барады, бақытсыз дейді. Жоқ, жүзінде бір үміт бар бәрі. Анаған барады, барса жүзінде бір үміт бар. Таппай, сөйтіп жүргенде 20 жыл уақыт өтеді. 20 жылдан кейін бір базардың бұрышына келе жатса, бір ұсқынсыз адамды көзі шалып қалады. Қараса төбесінде бір уыс қана шашы қалған, құйқасына дейін тозып кеткен, жүзінде үміттің бір белгісі жоқ, бүк түсіп бір алқаш адам жатыр екен. Жаңаға кеп, ар айналып қарап, бер айналып қарайды да, бұдан ұсқынсыз, бұдан бақытсыз адам таппаспын деп, жаңаға кеп, аз ғана ақша тиын теңге ұсынып, ол келісіп, ұстаханасын алып келеді. Сөйтіп, отырғызып, жаңағын жасайым деп, алғашқы кескіндемесін салайын деп жатқан кезде, анадам өксіп, жылап, көзінен бір тамшы жас түседі. Ұсқынсыз адамның. Мынау сұрайды, неге жыладыңыз дейді. Сонда айтады. 20 жыл бұрын сомдап жасаған бақытты бала мен едім ғой дейді. Бүгін бақытсыз адамның да бейнесін мен сомдап тұрғаныма көңілім толқыды дейді. Сонда жаңағы ұста достарына айтып берген екен. Адам баласы қате өмір сүретін болса, жақындары мен жанашырларының оған шуағы менен арқа сүйеуі болмаса, әлемдегі ең бақытты адам, әлемдегі ең бақытсыз адамға айналады ғой депті. Ақшаның көптігі менен әлеуметтік жағдайдың жоғарылығы көңілдің жоғарылығын білдірмейді екен. Өмірдің жоғарылығын білдірмейді екен. Қаншалаған қалада тұратын 2 қабат үйі бар, бірақ 2-ші қабатына айлап көтерілмейтін адамдар бар. 2 бөлмеде времянкада бажаларын шақырып, вермешелмен той жасап, бір-біріне ақақалап өткен кеткенін айтып отыратын отбасылар бар. Мына қысқа ғұмырда өзімізді бақытты сезінеміз десек, ізгілікті сезінеміз десек, ең бірінші нәрсе жүректің тыныштығы екен. Жүрек тыныш болатын болса, әлемде жалғыз қалсаң да, сен бір болашақтан үміт үзбей бір нәрсе жасай аласың. Ал жүрегіңде тыныш болмаса, үлде мен бүлдеге оранып жатсаң да, суицид қып жардан секіріп өлуің мүмкін екен.